Сәлем достар, бүгін сіздермен сәбіз бен қызанақтан жасалатын ерекше дәмді икраның жасалу рецебімен бөлісетін боламын. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады, әрі дәрумендерге толы икралардың бірі болып табылады. Қазір барлық көкөністер мен жемістердің піскен уақыты, сондықтан да қол жетімді заттардан дайындалады. Ең алдымен керек заттарымызды осылай жақсылап жуып, сырттарын аршып дайындап аламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, бізге 3 килограмм қызанақ пен 2 килограмм сәбіз керек болады. Сәбізімізді осылай ұзын-ұзын бөліктерге бөліп турап аламыз, өйткені қазір біз сәбізімізді ет тартқыш машинадан өткізетін боламыз. Сол ет тартқыш машинадан өткізуге ыңғайлы қылдырып, осылай ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Келесі қызанақтарымызды да тазалап, дәл осы сәбізіміз сияқты бөліп дайындап аламыз. Міне барлық қызанақтарымызды бөліп дайындап алдық. Қазір енді ет тартқыш машинадан кезекпен екеуін өткізіп алатын боламыз. Міне сәбізімізді ет тартқыш машинадан өткізіп жатырмыз. Дәл осы ретте осылай бірінші сәбізіңізді, одан кейін қызанағыңызды осылай ет тартқыш машинадан өткізіп аласыздар. Ащы бұрышты да осы қызанақтардан кейін бірден өткізіп жіберсеңіздер болады. Келесі қызанақтарымызды өткізіп болғаннан кейін сарымсақтарымызды жеке ыдысқа өткізіп аламыз. Себебі сарымсақтарды бөлек қосатын боламыз. Сондықтан жеке ыдысқа осылай ет тартқыш машинадан сарымсақтарымызды да өткізіп аламыз. Міне біздің қызанақтарымыз дайын, ет тартқыш машинадан өткізіп алдық, және сәбізіміз де дайын. Қазір екеуін бір-бірімен араластырып, қосып, осындай үлкен кастрюляға құйғандарыңыз дұрыс. Үстіне майымызды құямыз, тұзымызды саламыз, қантымызды және қара бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Видеоның астындағы описаниясына жазып қалдырамын, әрбір затты қанша мөлшерде қосу керек екенін. Міне барлығын қосып, жақсылап араластырып, қазір отымызға қайнауға қоятын боламыз. Басында қойған кезде плиталарыңыздың режимін ең жоғарғысына қойып, бір рет қайнатып аласыздар. Міне осылай қайнаған кезде енді плитаның астындағы режимін, яғни азайтып, баяу отқа қойып қоясыздар. Баяу отта 2-2,5 сағат қайнатасыздар. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар, себебі асты жабысып қалмасын. 2-2,5 сағат қайнағаннан кейін үстіне жаңағы сарымсағымызды қосып, икрамызды жақсылап араластырып, тағы да 15 минут қайнатып аламыз. 15 минут икрамыз қайнағаннан кейін үстіне 2 ас қасық уксусымызды қосамыз. 2 ас қасық уксусымызды қосып, икрамызды жақсылап араластырып, отымыздың астын осы кезде өшіреміз. Енді қайнатып қажет емес. Уксус қосқаннан кейін жақсылап араластырып, 30-40 минутқа бетін жауып қоясыздар. Міне біздің икрамыз дайын болды. Өте қою, сондай әдемі болып шықты. Енді дайын болған икрамызды, банкілеріңізді жақсылап стерилдеп, банкілеріңізге құйып, арнайы банкі жабатын құралдың көмегімен банкілеріңізді жаба берсеңіздер болады. Банкілерді арнайы банкі жабатын құралдың көмегімен жауып болғаннан кейін осылай төңкеріп, үстін жылы жауып қоясыздар. Бөлме температурасында тұрып, солай суы керек. Әбден суығаннан кейін міндетті түрде салқын жерде сақтау керек. Жылы жерде дұрыс сақталмайды бұл икралар.
Дәл осы икраны менің рецептім бойынша дайындап, қысқыға сақтап алыңыз. Қыстың күні тәбет ашуға өте керемет икралардың бірі болып табылады. Әрі жасалу жолы да оп-оңай. Құрамындағы заттары да көп емес, қолжетімді заттар. Қазір бұл заттардың барлығы піскен уақыты. Сондықтан сіз де менің рецептім бойынша дайындап көріңіз. Және де лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз.